жалғастырыңыз. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Вебинарға қатысып отырған әріптестер, егер слайдтар сіздерге көрініп тұр ма, және менің даусым естіліп тұр ма? Егер естіліп көрініп тұрса, естіліп тұр, көрініп тұр деп белгі берсеңіздер, және есімдеріңізді жазып, вебинарға қосылып отырғандарыңызды көрсетсеңіздер, өтініш сіздерден. Жақсы, егер естіліп тұрса, көрініп тұрса, біз вебинарымызды бастаймыз. Вебинардың тақырыбы мектепке дейінгі білім беруде сыни ойлау тапсырмаларын құрастыру жолдары деп аталады, және вебинар мектепке дейінгі білім беру ұйымының, сонымен бірге мектеп алды даярлық тобы педагогтарына арналады. Егер вебинарға қосылып отырған әріптестер болса, көрінсеңіздер, өтініш. Олай болса, жалғастырамыз, вебинарымызды жалғастырамыз. Вебинардың мақсатымен таныстырып өтейін. Вебинардың мақсаты мектепке дейінгі ұйым педагогтарын балалардың сыни ойлау дағдысын қалыптастыру үшін оқу мақсатына бағытталған тапсырмалар даярлау әдістерімен таныстыру мақсаты. Бұл мақсатты таңдап алған себебім мектепке дейінгі ұйымдардың және мектеп алды даярлық топтарының және сыныптарының педагогтарының біліктілігін арттыру барысында оқу мақсаттарына бағытталған әрекеттерді жоспарлаудан қиналатындықтары анықталды, және осы қажеттілікке байланысты қолдау ретінде осы вебинардыдаярладым. Және осы вебинардан күтіп отырған нәтиже мектепке дейінгі оқытуда сыни ойлау дағдысын қалыптастырудың маңыздылығын түсінеді, және оқу мақсатына бағытталған сыни ойлау дағдыларын қалыптастыратын әдістермен танысады деген күтілетін нәтиже белгілеп отырмын. Егер вебинарға қатысып отырсаңыздар, есімдеріңізді жазып, белгі беріп отырсаңыздар дұрыс болар еді. Мақсатымен таныстырдық. Ал енді сыни ойлау, балаларды ойлауға тәрбиелеу неліктен маңызды? 1923 жылғы Мағжан ұлы педагогымыз Мағжан Жұмабаев өзінің педагогика деген еңбегінде ойлауға мынандай анықтама берген. Егер сіздер вебинарға қосылып отырсаңыздар, экранның оң жағында чат бар. Осы жердегі «Введите сообщение» деген жерге өздеріңіздің есімдеріңізді жазып, белгі берсеңіздер болады. Ойлау адам өмірінде аса қымбат орын алады. Ойлау болмаса, адам басқа жануар сықылды, жат бір көрініс ұшыраса, оны шеше алмайтын, оны түсіне алмайтын бір жан иесі ғана. Келешекте не болатынын білмейтін бір саңлаусыз соқыр болар еді. Адам ойлау арқасында ғана келешекті болжай алады. Қысқасы, ойлай білетін адам шын мағынасымен адам. Ойлау осындай қымбат көрініс болса, әрине, оны көркендету керек. Әсіресе тәрбиеші баланың дұрыс ойлап үйренуіне көп күш жұмсау керек. Тәрбиеші баланың ойын жетектемесе, бала тар ойлы, соқыр, сенгіш, ырымшыл болып кетеді деген сипат берген екен. Сондықтан да болар елбасымыз, еліміздің тұңғыш президенті өзінің 2018 жылғы қазан айындағы халыққа жолдаған жолдауында мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы оқыту мен тәрбиелеуді түбегейлі реформа жасау керек. Және осы реформалауда
балалардың 4К моделін қалыптастыру қажет, оны кіші жастан бастау керек деген тамаша идея ұсынды, және осы идеяны жүзеге асыру мақсатында мектепке дейінгі ұйымдардағы білім беру мен оқытуды тәрбиелеудің жаңа білім беру мазмұнында 4К моделі түйінді идея ретінде ұсынылып отыр. Және осы жаңа білім беру мазмұнына біліктілігін арттыратын педагогтар үшін өзінің тәжірибесінде 4К моделіне бағытталған оқытуды тәжірибеде жасап көру мүмкіндігі берілген. 4К моделі бұл бәрімізге белгілі сыни ойлау, коммуникативтілік, командада жұмыс істеу және креативтілік деген осы 4К дыбысынан келетін сөздердің құрамы. Енді неліктен осы 4К моделін балалардың сыни ойлау дағдысын дамыту маңызды деп есептейтін болсақ, қазір 21 ғасыр. 21 ғасыр балалардан жаңа бір дағдыларды талап етеді. Бірінші сынып оқушысына енді тек оқу, жазу және есептей алу аздық етеді. Оған мектепке келген соң, оған логикалық жұмбақтарды шешіп, кейде өз ойын дәлелдеу ұсынылады. Сондықтан сыни ойлауды дамыту 21 ғасырда қажеттілік болып табылады. Бала 1,5 жасында визуалды бейнелі ойлауды қалыптастыра бастайды, ал 4-5 жасқа келгенде бала енді ол туралы сөйлесу үшін ол затты көрудің қажеті жоқ, оны ол елестете алады, және суреттер жалпыланған сипатқа ие болады. Және бала қазіргі кезде мәселені шешуге қажет болған объектінің ерекшеліктерін оқшаулай алады, оның ойлауы модельдермен және схемалармен жұмыс жасай бастайды, сырттан алынған ақпаратты талдап жалпылайды. Сондықтан балаға сыни ойлауды дамытуға көмектесетін кез келді деп есептеу қажет. Сондықтан да қазір мектепке дейінгі ұйымдардағы балалардың сыни ойлауын дамыту қажеттілігі туындап тұр. Егер вебинарға қатысып отырған әріптестеріміз болатұғын болса, сыни ойлау дегеніміз не? Сыни ойлауды сіздер қалай түсінесіздер? Осы туралы пікірлеріңізді қосып отырсаңыздар дұрыс болар еді. Сонымен сыни ойлау дегеніміз бұл не? Сыни ойлау дағдыларын балалардан біз қалай көреміз? Сыни ойлау дегеніміз ол ақпаратты алу, осы алынған ақпаратты өзінің ой санасынан, өне бойынан өткізіп талдау жасау, және өзін реттеу, қорытынды жасау, және осы өзінің қорытындысын түсіндіре алуы, сонымен бірге алынған ақпаратты бағалай алу, бұл сыни ойлау деп аталынады. Сонымен сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған білім берушілердің бірлескен еңбегі деп түсінуіміз қажет. Өйткені сыни ойлау дағдыларын дамыту технологиялары өте көп және өте икемді, кез келген жасқа, кез келген жас ерекшелігіне қатысты икемдеп қолдануға өте қолайлы технологиялардың бірі ретінде қарастырылады.
Сабақ беру жай ғана шеберлік емес, ол жаңадан жаңаны табатын өнер деп айтып кеткен өзіміздің ұлтымыздың педагогы Жүсіпбек Аймауытов. Сондықтан осы өзіміздің оқытуымызға сыни ойлау әдістерін қалай енгіземіз? Сыни ойлау әдістерін енгізу үшін нені ескеруіміз қажет деген сұрақтарға тоқталатын болсақ, осы сұраққа тоқталып өтейік. Сыни ойлайтын балалар тәрбиелеу үшін ұйымдастырылған оқу қызметінің құрылымы қажет. Оның бір базалық сызба нұсқасы мынандай болады. Ол бірінші ой шақырудан, сонан соң ұғынудан және рефлексиядан тұрады. Бірінші сатысы ой шақыру. Бұл сатыда ақпаратқа қызығушылықты ояту жүреді. Яғни балаларды ынталандыру. Белгілі бір әдіс тәсілдерді қолдана отырып, оқу мақсаты бойынша балалардың бұрын соңды естіген, білгендерінің барлығын белсенді түрде еске түсіретін жағдайлар жасалу керек. Бұл ретте олар өз білімдерінің жеткіліксіздігін, толық еместігін сезеді. Сонымен бірге балалардың өзінде бар тәжірибелерді, өзінде бар білімдерді қолдануына мүмкіндік туады. Егер өзінің осы ой шақыру кезеңіндегі қолданған әдіс бойынша бала өзінің білімінің жеткіліксіздігін, толық еместігін сезіне алады. Сол арқылы жаңа білім көздерін іздеуге ынта пайда болады. Келесі екінші сатысы ол мағынаны ұғыну. Ал енді мағынаны ұғынуды жүзеге асыру сатысында бұл жерде немесе жабылып әрекет ету деп те айтылады. Яғни мағынаны ұғыну үшін бір талқылау болатұғын, бір-бірін оқыту, білмегенін өзгелерден сұрауға мүмкіндік болатындай әдіс тәсілдерді қолдану арқылы оқу мақсатына сәйкес мағынаны тереңірек ұғынуына қолданылатын әдістер қолдану арқылы мағынаны ұғыну, яғни құрылымның екінші сатысын жүргізсек болады. Ал үшінші саты рефлексия немесе ой толғаныс, яғни осы оқу мақсатына сәйкес не білдім, не үйрендім деген сұрақтарға жауап бере отырып, қорытынды жасайды. Яғни өзінің жауабын және өзгелердің жауаптарын салыстыра отырып, осы бүгінгі оқу мақсатына сәйкес өзінің не білгенін, нені білу қажет екендігі туралы бір ой толғаныс жасайды. Осы үш сатылық құрылымды сақтай отырып, біз сыни ойлайтын балаларды тәрбиелей аламыз деп күтіледі. Егер вебинарға қосылған болсаңыздар, белгі беріп қойсаңыздар болады. Жақсы, ары қарай жалғастырамыз. Енді жаңа айтып өттік қой, белгілі бір құрылым болу керек, үш сатыдан тұрады деп. Және вебинарымыздың тақырыбы оқу мақсатына бағытталған сыни ойлау әдістерін қолдануды үйрену болғандықтан, біраз практикалық бөлімге тоқталғым келіп тұр. Үлгілік мектепке дейінгі білім беру мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасын негізге ала отырып, 4-5 жас ерекшелігі сөйлеуді дамыту ұйымдастырылған оқу қызметі бойынша тілдің грамматикалық құрылымы бөлімі
бөлімінен оқу мақсаты жануарлар мен олардың төлдерінің атауларын білдіретін сөздерді қолдану деген оқу мақсатын таңдап алдым. Лаура қосылды. Сәлеметсіз бе, Лаура? Рахмет қосылғаныңызға. Енді осы оқу мақсатына балалардың жетуіне ықпал ететіндей, сонымен бірге сыни ойлауды қалыптастыратын әдістерді қолданып, жаңа 3 құрылымдық сатысы бар дедік қой. Соның бірінші қызығушылықты ояту немесе ой қозғау деп аталады. Осыны тудыру үшін мен мынандай бір әдісті ұсынамын. Әрине, егер тағы да мынандай әдістерді қолдануға болады деген ойларыңыз болатығы болса, онда жазып пікірлеріңізді білдіріп отырсаңыздар болады. Мен мынандай әдіс ұсынар едім деген дейді болсаңыздар. Сәлеметсіз, Гүлназ, рахмет қосылғаныңызға. Қызығушылықты ояту кезеңі оқу мақсатына бағытталған әрекет болу үшін аквариумдағы балықтар әдісін ұсынып отырмын. Егер тағы да мынандай әдістерді қолданып жүрмін, қолдануға болады деген ойларыңыз, идеяларыңыз болатын болса, онда қосылсаңыздар болады. Бұл әдіс қалай жүргізіледі? Балалар шеңбер жасап отырады, және ортаға бірнеше баланы шығаруға болады. Олар аквариумдағы балықтардың рөлінде болады. Ал қалған балалар, олар аквариум дөңгелендіріп шеңбер жасап отырғызасыздар. Және осы оқу мақсатына сәйкес педагогтың қойған сұрақтарына жауап береді ортада отырған балалар. Немесе суреттер беруге болады балаларға, осы суреттер бойынша әңгімелейді. Басқа балалар оларды тыңдайды және сұрақтар қояды. Егер аквариумдағы балықтың рөлінде отырған балалар сұраққа жауап беруден немесе сұрақ құрылымдаудан қиналатын болса, онда балаларды орнын алмастыруға болады. Енді осы жерде қатысушыларменен біраз пікірлерін білгім келеді. Оқу мақсатына сәйкес біз балаларға қандай ашық сұрақтар қоя алар едік? Егер ойларыңыз болса, идеяларыңыз болса, жазып отырсаңыздар жақсы болар еді. Яғни бізде оқу мақсаты сөйлеуді дамыту, жануарлар мен олардың төлдерінің атауларын білдіретін сөздерді қолданып сөйлеу керек балалар. Қандай сұрақтар құрылымдауға болады? Әрине, оқу мақсатына сәйкес осы әдісті таңдап педагог сұрақтар құрылымдап қоюына болады. Әрине, барлықтарыңыз білесіздер, сұрақтардың ашық болғаны дұрыс, талқылауға тиімді болу үшін. Енді осы оқу мақсатына жету үшін келесі саты мағынаны ұғыну кезеңі үшін Вен диаграммасын ұсынып отырмын. Вен диаграммасы деген әдісін ұсынып отырмын. Вен диаграммасы бұл барлықтарыңызға таныс. Саламатсыз. Вебинарға қосылған барлық әріптестерімізге рахмет айтам. Саламатсыздар. Сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар және сұрақтарға жауап беріп, белсенді қатысуларыңызды сұранамын. Мағынаны ұғыну кезеңіне Вен диаграммасын ұсынып отырмын. Жаңа алдыңғы слайдтарда тоқталып кеттік. Мағынаны ұғыну, яғни мағынасын, алынған ақпаратты мағынасын тереңірек ұғыну үшін бұл осыған балаларды белсенді тарту және көптеген балаларды әрекетке қосу, талқылау жүргізу үшін жүргізілетін әрекет. Сондықтан Вен диаграммасы бұл жерде мен балалар жұпта жұмыс жасайды деп ұсынып отырмын. Балалардың қажеттілігіне қарай, тобыңыздағы балалардың санына қарай және өзіңіздің қолыңыздағы бар ресурстарға қарай отырып,
мүмкін үштікте жүргізетін шығарсыз, мүмкін төрттікте. Әрине ол өзіңіздің оқу мақсатыңызға, тобыңыздың ерекшелігіне, балалардың жас ерекшелігіне, олардың топта немесе жұпта жұмыс жасау дағдылары қаншалықты дамығанына қатысты әдістерді икемдеп алуыңызға болады. Әрине ақ қағазға немесе ламинатталған қағазға қос шеңберді, болмаса тақтаны пайдаланарсыз, қос шеңберді сызып, осы жануарлар мен төлдердің суреттерін орналастырады балалар. Бір шеңберге жануарды, екінші шеңберге оның төлін орналастыруға болады. Сонан соң олар өздерінің жұмыстарымен келесі бір жұппен алмасып, неліктен осылай жұптастырғаны туралы дәлелдейді. Және жануар мен төлінің ұқсастығы мен айырмашылықтарын әңгімелетуге болады. Міне осылайша олар бүгінгі таңдап отырған оқу мақсатымыз жануарлар мен төлдердің атауларын қолданып сөйлеу деген оқу мақсатына ықпал ете алады деп есептеймін. Мүмкін тағы да қандай әдістермен алмастыруға болады. Болмаса осы тапсырманы қалай жақсартуға болады. Егер ойларыңыз, идеяларыңыз, пікірлеріңіз болатұғын болса, ой пікір қосып отыруларыңызға әбден болады. Шахида қосылды. Сәлеметсіз бе, Шахида? Рахмет қосылғаныңызға. Естілмей тұр дейді администратор. Жақсы естіліп тұр дейді. Жақсы, арға жалғастырамыз онда. Келесі слайдымызға көшетұғын болсақ, келесі практикалық жұмысымыз ол келесі үшінші сатысы ол ой толғаныс. Яғни балалар өздері де қорытынды жасау, өздерінің ақпаратты қаншалықты түсінгендерін немесе түсінбегендерін қорытындылау үшін, және балалардың оқу мақсатына жеткені немесе жетпегенін өзіңіз педагогтар көру үшін, немесе баланың өзіне өзі мен мына нәрсені біледі екенмін, мына нәрсені әлі білуім керек деп ой толғаныс жасау үшін мынау сыни ойлаудың үшінші артық деген әдісін ұсынып отырмын. Суреттен көріп отырғандарыңыздай, төлдердің, жануарлардың төлдері және ол жануарға, төлге қатысы жоқ жануар немесе төлдердің суреттері үлестіріледі балаларға. Сонан соң олар осы жердегі артық суреттерді анықтайды. Және оны неліктен осыны артық деп ойлап отырғандығы туралы пікір білдіреді. Бұны да жұпта немесе үштікте, төрттікте жүргізуге болады. Әрине сыни ойлату үшін көбінесе сыни ойлататын сұрақтар: неліктен олай ойлайсың, неліктен бұны артық деп есептейсің, қалай деген сияқты сыни ойландыратын рефлексивті сұрақтар беріп, балаларды үнемі диалогқа тартып отыру өте маңызды. Өйткені диалогты оқыту балаларды сыни ойлатудың бірден бір тиімді әдісі ретінде есептелінеді. Келесі практикалық тапсырма бұл 4-5 жасқа көркем әдебиет оқу қызметінен оқу әңгімелеу бөлімі ұйымдастырылған оқу қызметі 4-5 жас ерекшелігі оқу әңгімелеу бөлімінен көркем шығармадағы кейіпкерлердің жағымды және жағымсыз қасиеттерді салыстыруға үйрету деген оқу мақсатын таңдап алдым. Және осы оқу мақсатындағы жаңа алдыңғы слайдтарда көрдіңіздер, ой қозғау әдісін, яғни қызығушылықты ояту үшін қандай әдісті қолданған тиімді деп есептейсіздер? Егер
өздеріңізде қандай да бір жақсы ойлар болатұғын болса, жазып отырсаңыздар болады. Пікірлеріңіз болса, қосылып отырсаңыздар. Барлықтарыңызға естіліп көрініп тұр деп ойлаймын. Жақсы, олай болатұғын болса, осы оқу мақсатына сәйкес қызығушылықты ояту кезеңіне ассоциация бұтасы деген әдісті ұсынғым келеді. Яғни жағымды деген сөздің теңеулерін, немесе жағымсыз деген сөздерді немен теңейтін еді, олар қалай түсінетін еді? Жағымды деген сөзді сен немен қалай елестетер едің? Қай кезде жақсы, жағымды нәрселерді көресіңдер деген сияқты сыни ойлайтын сұрақтар қоя отырып, балалардың идеяларын жинау. Сіздердің ойларыңызша 5 жастағы балалар жағымды немесе жағымсыз деген сөздерге қандай теңеулер айта алуы мүмкін деген сұраққа жауап алғым келеді. Егер ойларыңыз болса, қосып отырсаңыздар болады. Және мына балалар жағымды деп өздерінің күнделікті айналада көріп жүрген ересектердің болмаса өздеріндегі әрекеттерді айтауы мүмкін. Ол біреу үшін бір қосақ көргендегі қуанғаны болуы мүмкін, біреу үшін ол бір үлкен бір мереке болуы мүмкін. Ал жағымсыз жағдай үшін ол өзіне керек нәрсенің ересектердің бермей, ала алмай қалуын айтауы мүмкін. Болмаса өзінің қасындағы құрдастарының ренжіткені туралы айтуы мүмкін. Осындай олар әртүрлі бір ассоциацияларды айтады деп күтеміз. Өйткені осы жастағы балалар сын тұрғысынан ойлану өте жоғары екенін дәлелденген. Осы ассоциация бұтасы немесе ассоциация бұлты деп те аталады. Бұл әдіс әрине оқу мақсатына қатысты ассоциацияларды өздеріңіз таңдап алуларыңызға болады. Ал бүгінгі таңдап отырған мақсатымыз жағымды және жағымсыз кейіпкерлерді атау болғандықтан, осы қызығушылықты ояту кезінде осы ассоциацияның осы түрін таңдауды. Рахмет Лаура пікіріңізге. Мүмкін енді келесі мағынаны ұғыну кезеңіне мен ақылдың алты қалпағы деген әдісті ұсынып отырмын. Бұл өте балалардың ойлау дағдыларын арттыратын өте бір тиімді әдістердің бірі ретінде ұсынылады. Эдуард Бене деген кісі ойлап шығарған. Және бұл алты қалпақты қажеттілігіңізге қарай өзіңіз алтауын бірдей аларсыз. Мүмкін балалардың жас ерекшелігіне қарай бұл мектеп алды даярлық топтарында, сыныптарында, немесе жоғарғы топтарда мүмкін шығар. Ал енді жас ерекшелігіне қарай сіз 3 қалпақ аласыз ба, болмаса 4 қалпақты аласыз ба, оны өзгертуіңізге болады. Бұл міндетті түрде ақылдың алты қалпағын түгелдей пайдалану шарт емес. Өзіңіз мүмкін 3-еуін қалайтын шығарсыз. Ол балалардың қажеттілігіне қарай, жас ерекшелігіне қарай, тобыңыздың ерекшелігіне қарай қалпақтардың санын өзіңіз таңдай аласыз. Ал енді бұл жердегі ақ қалпақтың мен бұл оқу қызметі үшін және оқу мақсатына жетуге ықпал етеді деп 4 қалпақты таңдап отырмын. Бұл жерде ақ қалпақ фактілер, қызыл қалпақ сезімдер мен эмоциялар, сары қалпақ жағымды кейіпкерлер, ал қара қалпақ жағымсыз кейіпкерлер. Балаларды осылай 4 топқа немесе 3-тіктерге біріктіруге болады. Мүмкін ақ қалпақтан 2 топты біріктіреді құратын шығарсыз. Бұл сіздің тобыңыздағы балалардың санына да байланысты болуы әбден мүмкін. Енді бірінші ақ қалпақтар көркем шығарманы мазмұндап береді, өйткені оларда фактілер. Екінші, ол көркем шығарманы сіз мазмұндап болғаннан кейін
олар соның желісі бойынша қайта мазмұндауы мүмкін. Болмаса, рахмет Лаура пікір білдіргеніңізге. Және болмаса балаларға таныс көркем шығарманы аққалпақ тобындағы балаларға мазмұндатсаңыз да болады. Енді екінші қызыл қалпақтар көркем шығармадағы қуанышты, көңілді, бұл таңдап алған көркем шығармаңызға байланысты қорқынышты немесе мұңлы тұстары туралы айтады. Мына жерінде өте қорқынышты әсерде боламыз, мына жерде біз қатты мұңайып қалдық, болмаса мына жер үшін біз үшін өте қуанышты болды деген нәрселерді айтса болады. Ал үшінші сары қалпақ бұл позитив, күннің бейнесінде болады. Сондықтан сары қалпақ жағымды кейіпкерлер туралы. Иә, келісеміз. Жас ерекшелігіне сай түстерді де ажыратып отырады. Иә, түстерді ажыратуына да әсер етеді. Және жағымды кейіпкерлер туралы айтады бұл сары қалпақтағы балалар. Ал төртінші қара қалпақ бұл әрине қара негатив. Сондықтан осы көркем шығарманың ішіндегі жағымсыз кейіпкерлер туралы қара қалпақ киген балалар айтады деген осындай тапсырмалар беруге болады балаларға. Және осы арқылы біз таңдап алған оқу мақсатымыз жағымды және жағымсыз кейіпкерлерді ажыратуға балалардың жетуіне ықпал ете аламыз деп ойлаймын. Және осы үшінші сатысы ой толғаныс кезіне шындық пен жалған деген әдісті алып отырмын. Бұл да өте қолдануға өте қолайлы, және балалардың қаншалықты ақпаратты түсінгенін немесе түсінбегенін өздерінің бағалауына, болмаса өзіміздің бағалауымызға өте қолайлы әдістердің бірі. Балаларға қызыл немесе жасыл түсті карточкалар беріледі деп алып отырмын. Әрине, үнемі осылай емес, бұны икемдеп түрлі бағытта қолдануға болады. Егер бүгін қызыл және сары карточкаларды таңдайтын болсақ, келесі жолы мүмкін топтың оң жағына жасыл түсті домалақ, ал сол жағына қызыл түсті шеңберді іліп қоятын шығарсыз. Мүмкін оң қолдарыңды көтересіңдер, сол қолдарын көтересіңдер деген сияқты түрлі бағытта түрлендіріп отырсаңыз болады. Әрине, ылғи осы бір әдісті қолдана беретін болса, онда біздің балаларымызда әбден жалығып кетуі мүмкін. Сондықтан түрлендіріп отыру ол әрине сіздің шеберлігіңізге байланысты. Педагог жағымды немесе жағымсыз кейіпкерлерге жалған сипаттама берсе, олар қызыл карточканы көтереді. Егер дұрыс сипаттама айтса, онда жасыл карточканы жоғары көтереді. Мысалға, алтын сақа ертегісі болса, бүгінгі талқылап отырған көркем шығармаңыз, онда жалмауыз кемпір сондай әдемі, ол мейірімді, ол балаларға өте қатты жан ашиды дейтін болса, онда әрине бұл жалған ақпарат. Балалар осы жерде қызыл түсті карточкаларын жоғары көтереді. Ал егер жасыл түсті карточка көтерген балаларда болуы мүмкін, ол кезде әрине ол балада неліктен олай ойлайтындығы туралы дәлелдеуін сұрансаңыз болады. Бұл шындық пен жалған деген әдіс. Үшінші оқу қызметіміз практикалық бөлімдегі 4-5 жас қарапайым математика ұғымдарды қалыптастыру ұйымдастырылған оқу қызметі. Таңдап отырған үлгілік оқу бағдарламасындағы бөлім бойынша таңдап отырған сан және санау бөлімінен 5 көлемінде санау, сандардың тәртібі бойынша атап, қорытынды санды атауға барлығы қанша сұрағына жауап беруге үйрету деген оқу мақсатын. Жұлдыз қосылды, жұлдызға сәлеметсіз дейміз, және рахмет қосылғаныңызға. Жауап беруге үйрету деген оқу мақсатын таңдап алдым, және осы көп жағдайда біз математика деген
сабақтарды бұл педагогтар да, мұғалімдер де көп жағдайда балалардың диалогқа түсіруге өте қиналатын ұйымдастырылған оқу қызметінің бірі ретінде есептейді, мектепте пән ретінде есептейді. Енді осы жердегі қызығушылықты ояту кезеңі үшін болжау әдісін алып отырмын. Болжау деген әдісті ұсынып отырмын. Бұл жерде жұпта болар, мүмкін топқа бересіз. Енді ол өзіңіздің қолыңыздағы бар ресурсқа байланысты әрине. Мүмкіндігінше балалардың жұпта жұмыс жасатқан тиімдірек деп ойлаймын, үштікте, шағын топтарда. Өйткені балалардың жас ерекшелігіне сәйкес үлкен топтарды басқару педагог үшін қиындық тудыруы мүмкін. Жұптарға осындай ойыншық салынған қалташалар таратылады, және олар сипап сезу арқылы қапшықтарды, ойыншықтарды ретімен санайды. 1, 2, 3, 4, 5. Мұнда барлығы 5 ойыншық бар екен. Мүмкін бір қапшықта 3 ойыншық болатын шығар. 1, 2, 3, және барлығы 3 ойыншық бар деген сияқты. Және осы жерде ұйымдастырылған оқу қызметтерін байланыс орнатуға болады. Және осы жерде сипап сезу арқылы сипаттатуға болатын шығар. Жұмсақ ойыншықтар 5, қатты ойыншықтар 5 деген сияқты. Және ол мен мынандай нәрседен жасалды деп ойлаймын деген сияқты балалардың пікір білдірулері де олардың сыни ойлануына ықпал етеді. Және болжау әдісі бұл сыни ойлау дағдысын қалыптастырудағы ең бір тиімді әдістер ретінде қолданылады. Өйткені болжау әдісі балалардың әртүрлі ойлауына, әртүрлі шешім шығаруына, әртүрлі бір өзінің пайымын жасауға мүмкіндік беретін әдіс. Және математикадан басқа да көптеген ұйымдастырылған оқу қызметтерінде қолдануға болады. Мәтінді аяқтауды болжаңыз, болмаса оқиға ары қарай қалай өрбиді, осыны болжаңыз, тағысын тағы. Осындай көптеген оқу мақсаттары үшін оқу мақсатына бағыттап қолдануларыңызға әбден болатын әдістердің бір ретінде сіздерге ұсынып отырмын. Енді осы оқу мақсаты бойынша, мағынаны тану кезеңі бойынша блиц кездесу деген әдісті ұсынып отырмын. Бұл әдісті де өздеріңіздің оқу мақсаттарына рахмет. Байданова, есіміңізді білмей отырмын енді. Тегіңізбен атауға тура келіп отыр. Рахмет пікір білдіргеніңіз үшін. Мағынаны тану кезеңі үшін блиц кездесу әдісін ұсынып отырмын. Бұл да өте балаларды диалогқа түсірудің ең бір тиімді жолдары, әдістердің бірі деп ойлаймын. Бұл жерде мен сіздерге балаларды қарама-қарсы отырғызып жұптастыруды және қолдарын артына жасырады. Сіз бір педагог бір белгі берген кезде ол оң жақтағылар бастайды, немесе сол жақтағылар бастайды деген сияқты өзіңіз бір нұсқауды беріп тұрасыз. Сол кезде қолдарын тек 5-ке дейінгі сандарды көрсетесіңдер деген нұсқау беруге болады. Кәдімгі сулифа деген ойын сияқты. Сонан соң өздері қалағанынша алақандарын ашып саусақтарын көрсетеді. Ал қарама-қарсы тұрған бала ретіменен 1, 2, 3, 4, барлығы 4 саусақ, барлығы 5 болды деген сияқты оқу мақсатына бағытталған әрекетті жасата аласыздар. Және балалар осыны кезектесе отырып жалғастырады. Және бұл блиц кездесу әдісінде түрлендіре аласыздар. Олар арқаларымен бір-бірін арқаларына теріс қарап отырулары мүмкін. Және негізгі сөзді сіз беріп, осы бойынша жемістер десеңіздер, олар 5 жемісті атауы мүмкін. Киімдер деген сияқты осылайша басқа ұйымдастырылған оқу қызметтеріменен байланыстырып отыруларыңызға әбден болады.
Енді осы оқу қызметіндегі оқу мақсатына жеткен жетпегенін балалардың бағалау үшін логикалық шынжыр әдісі деген әдісті ұсынып отырмын. Балаларға әртүрлі ұқсас белгілері бар. Түсі болар, формасы болар, заттардың суреттері немесе қырқылған суреттер, карточкалар беруге әрине оқу мақсаты 5-ке дейін санау болғандықтан 5-тің көлемінен асырмай, әрине мүмкін саралау орын алатұғын болса, мүмкін ол қабілеті жоғары балалардың қажеттілігіне қарай көрерсіздер. Енді бірдей белгілері бар сандарды олар топтастырып топтастырады және ретімен санап айтады. Барлығы қанша деген сұраққа барлығы 5 болды, барлығы 4 деген сияқты жауап бере алатындай болу керек. Бірақтан сіздің тарапыңыздан қазір орманда тұратын жануарларды топтастырыңдар, болмаса жемістерді деген нұсқау болмау керек. Мүмкін балалар оларды түсіне қарай орналастыратын шығар. Мүмкін олардың қасиеттеріне қарай, мына жұмсақ ойыншықтар дейтін шығар. Мүмкін өздері шешу керек бұл жерде. Бірақ сіз педагогтың тарапынан балалар осы мәселені шешуге алатындай ресурстар жеткілікті болғаны дұрыс. Қазір осы практикалық бөлімде 3 оқу қызметіне тоқталып отырмын, және осы әдістер арқылы педагогтар балалардың оқу мақсатына жетуге ықпал ете алады деп ойлаймын. Енді осы оқу мақсатына бағытталған әрекеттерге тоқталып отырған себебім мектепке дейінгі ұйым педагогтарының және мектеп алды даярлық сыныптың педагогтарының біліктілігін арттыруда, таныстырылым қорғауда және портфолионы жасақтауда әріптестеріміз 4К моделі орын алды, командалық жұмыс орын алды деп жалпылама айтқанменен 4К моделінің қай аспектісі орын алды? Соның ішінде сыни ойлау қалай орын алды? Оның орын алған қандай әрекетінен көрді? Және балаларды сыни ойлату үшін қандай әдіс тәсілдерді қолданды? Осыны дәлелдеуге келген кезде қиналып жатады. Сондықтан да осы вебинарды көріп отырған, қатысып отырған әріптестер болатұғын болса, әріптестеріңізге қолдау ретінде айтсаңыздар болады. Яғни, логикалық шынжыр әдісінде балалар осындай әрекеттер арқылы мынадай нәтиже көрсеткендіктен мен сыни ойланды деп отырмын деген сияқты дәлелдерін айтуға өте тиімді болар еді. Осы қажеттілікке байланысты осындай тапсырмалар әдістерді қолдана отырып, тапсырманы әдіс арқылы берудің бір жолдарын ұсынғым келіп отыр, және бұл тиімді болады деген ойдамын. Егер тиімді дейтұғын болсаңыздар, бір пікірлеріңізді білдіріп отырсаңыздар болады. Жақсы. Соныменен балалар ғалымдар және психологтардың зерттеулері бойынша адамның зияткерлік, тұлғалық, әлеуметтік және эмоционалды дамуына зияткерлік шарт жасайтын мектеп жасына дейінгі кезең екені дәлелделді, және сондықтан мектепке дейінгі білім беруде сыни ойлау стратегиясын қолдану балалардың ойлауының қазіргі заманғы талаптарға сай әрі қарай дамуына негіз бола алады. Қазіргі заманғы зерттеулерде 3 жастағы балаларға мүмкіндік жасалған жағдайда олар өзінің оқуына асқан жауапкершілікпен қарауға қабілетті екендігі анықталған. Олар өздерінің бөбек жасына қарамастан өз оқуына саналы қарай бастайды, тапсырмаларды орындау үшін өзіндік әдіс тәсілдерді қолдана алады, оқушы ретінде өздерін сезіне алады. Осы жерде Флейвелдің бір пікірін айтқым келіп отыр мен. Әдіс тәсілдерді қолданбау өнімнің тапшылығына алып келеді деген пікір білдіреді. Өнім дегеніміз не? Өнім дегеніміз ол
мектепке дейінгі балалар үшін олардың жауаптары, олардың қорытынды жасауы, олардың өздерінше бір пайым жасай алуы. Балалар осындай өздерінің дағдыларын дамыту үшін педагогтар үнемі бір әдістерді, тәсілдерді қолданып отыру керек. Және осы зерттеулерде көрсетіп отыр. 3 жастағы балаларға мүмкіндік жасалу деген. Мүмкіндік жасалу деген не? Мүмкіндік ол біздің педагогтың оқу процесінде балаларды оқыту үшін қолданып отырған әдістері деп айтар едім мен. Зерттеулер аталған қабілеттерді 3-5 жас аралығында тиімді дамытуға болатын. Сондай-ақ педагогтардың осы кезеңде жоғары деңгейлі педагогикалық тәсілдерді қолдану арқылы үлес қоса алатындығын көрсетті дейді. Бұл мұғалімге арналған, тыңдаушыға арналған нұсқаулықтан алынған үзінді. Сондықтан әсіресе 3 пен 5 жас аралығындағы балалардың сыни ойлауын дамыту олардың болашағы үшін өте маңызды болып есептелінеді екен. Сондықтан балалардың сыни ойлауын дамыту әдістерін қолдану өте маңызды. Сонымен біздің вебинарымыз соңына да таяп келеді. Сіздерден кері байланыс алғым келіп отыр. Кері байланыс алу үшін инсерт әдісін таңдап алдым. Білемін, білмеймін, мен үшін жаңа білім болды, мені таң қалдырды деген критериялар бойынша белгілеріңізді қойып жіберсеңіздер, вебинарға қатысып отырған әріптестер. Болмаса тапсырмалар бойынша ойларыңызды жазсаңыздар болады. Кері байланыстарыңызды күтемін. Және тәжірибеде қолданып жүрген өзімнің оқытуымда және мектептегі мұғалімдердің біліктілігін арттыруда мұғалімдерге ұсынып жүрген бірнеше қызығушылықты оятуға, мағынаны тануға және қорытынды жасау үшін қолданатын бірнеше әдіс тәсілдерді слайд түрінде сіздерге қосымша ресурс ретінде. Рахмет, Гүлназ. Рахмет, Лаура. Кері байланыстарыңызды жазсаңыздар дұрыс болар еді. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Және мен сіздер үшін тағы да бір қолдануға болатын әдістердің жиынтықтарын слайд түрінде қалай жүргізуге болатындығы туралы түсініктемесіменен қосымша ретінде салдым. Қазір оның сілтемесін сіздерге жібереді. Осы сілтеме, қазіргі чатта тұрған сілтеме арқылы сіздер ол қосымша материалдарды алып, өздеріңіздің тәжірибелеріңізде қолдануларыңызға болады. Сұрақтарыңыз болса, рахмет сізге де. Рахмет, Жұлдыз. Рахмет, Алмагүл. Егер сұрақтарыңыз болмаса, вебинарымызды осымен аяқтаймыз. Барлық қатысқан әріптестеріме рахмет айтамын. Рахмет, Роза. Өте тамаша тәжірибе. Рахмет, Қарлығаш, сізге де. Сіздер үшін түсініксіз болған тұстары болса, соны айтсаңыздар, тиімдірек болар еді кері байланысымыз.
Жақсы, рахмет барлық вебинарға қатысушы әріптестер. Рахмет айтамын сіздерге. Қош сау болыңыздар. Осымен вебинарымызды аяқтаймыз.